Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жаңа әліпбидің соңғы нұсқасын бекіткелі бері емле ережесін біріздендіру жұмыстары қарқын алды. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғалымдары жасаған емле ережесі жобасы Астанадағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығында сараптамадан өткізілді. Білікті мамандар қатысқан жүйелі сараптамадан соң латын қарпі таныстыру, сынама, сараптама түрінде айналысқа түсе бастады. Осылардың нәтижесінде емле ережелерінің жоғарыда аталған жобасы қайтадан түзетіле келе, толықтырыла келе, кешегіде 27 қыркүйек күні ұлттық комиссияның отырысына ұсынылды. Ұлттық комиссия отырысында бұл тыңдалды. Қазір енді ары қарайғы жұмыстар осы тыңдалған емле ережесінің негізінде соны назарға ала отырып жұмыс жасайтын болады. Ендігі іс-шара бұл Қазақстанның ең алыс өңірлеріне дейін қамтыған насихат жұмысы.